Сәлем көрмесінде бірге мен Аруа Сынхан, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде қыздарға арналған лайфхактар, барынша пайдалы болуға тырысамын. Сонымен тезірек бастайық. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кет. Кейде біз жатар кезде макияжды сүртуге ерінеміз, немесе ұмытып кетеміз. Ол үлкен қателік. Сол істі жеңілдету үшін менде арнайы лайфхак бар. Ол үшін бізге осындай ыдыс керек. Мен фикс прайстан осындай ыдысын алып алдым, сүртіп, оны сыртын алып алдым. Келесі кезекте бізге ватный дискі қажет. Оны ішіне салып, біздің макияж сүртуге арналған мицеллярный воданы құямыз. Енді бізде осындай дайын сүртуге арналған ватный дисктар дайын тұрады. Оны жай ғана жатар кезде сүртеміз. Ал негізі ерінбеген жөн бетіңізді жуып жатыңыз. Біз күнделікті қолданатын кисточкаларымыздың қаншалықты кір екенін білмейміз, және оларды әр ай сайын, әр апта сайын тазалап тұру өте маңызды. Ол үшін бізге жай ғана осындай нәрсе керек. Бұл силиконовая щетка бет тазалауға арналған, бірақ онымен біз бетті емес, кисточкаларды ғана жуамыз. Осылай щеткамызға бет жуатын умывашкамызды тамызып, кисточкаларды жуып бастаймыз. Өте ақырын ғана, аккуратно тазалаймыз, себебі кейін кисточкамыздың бұзылуына әкеп соқпасымыздан қатты жуғанымыз. Осылай мен барлық кисточкаларымды жуып алдым, сізге де кеңес етемін. Ал келесі лайфхакты бәрі білу керек. Осындай блесктар, помадалар біздің бәрімізде бар, және олар тез таусылып қалады. Олардың қолдану мерзімін ұзарту үшін осындай нәрсені білу керек. Осындай тюбиктің төбе жағында пластмассасы бар. Ол дегеніміз артық блескті өзіне ұстап қалады және бұлайша қолдануға ыңғайлы. Бірақ ол деген астыңғы жағына апарғызбайды жаңа кисточканы. Сондықтан бітіп қалған жағдайда соны алып тастаған жөн. Салфеткамен жан-жағыңызды бүлдірмей алыңыздар. Енді сүйікті помадаңызбен одан ары ұзақ қолдана беріңіздер. Ал осындай резинкалар біздің көбімізде бар, және оларды соза берсе, қолдана берсе, осылай созылып кетеді. Және оларды бастапқы қалыпқа келтіру үшін жай ғана жеңіл лайфхакты қолданыңыздар. Ал ол үшін жай ғана осы резинканы ыстық қайнаған суға енгізіп қойсаңыздар, өзі-ақ өз қалпына келеді. Ал келесі лайфхак біздің туышымызға арналады. Туышымыз кеуіп қатып қалған жағдайда пайдасыз болып қалады. Және ішіндегін еріту үшін жай ғана осы лайфхакты қолдан. Жай ғана туышымызды ыстық қайнаған суға енгізіп қой. 5-10 минуттан кейін алып өзін ашқаннан кейін нәтижесі бірден ақ көрінеді, жеңіл ашылып, ішіндегісі еріп, әдемі болып жағылатын болады. Сонымен көрермен, менің арнамда бірінші рет болсаң қош келдің. Тіркелмеген болса міндетті түрде тіркеліп кет. Менің тіркелушім Атал. Сонымен осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк бас, міндетті түрде өзіңді пікіріңді қалдыра аласың астынан комментарийға. Сонымен сіздермен болған мен Аруа Сынхан. Сау болыңыздар.